Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге қысқаша фильм арнасы. Бүгін біз өмірде болған нақты оқиғаларға негізделген Кливлендский пленницы атты американдық қылмыстық драманың сюжетін талдаймыз. Кливленд, Огайо штатында 21 жастағы жалғызбасты ана Мишель Найт ұлымен ойнап жатыр. Содан кейін ол оны әжесіне қалдырады, ал өзі практикалық сұхбатқа барады. Қыз сауалнаманы толтырады, бірақ мектептің аяқталу күнін көрсету уақыты келгенде проблемалар басталады. Баланың туылуына байланысты Мишель оқу орнын бітіре алмады, сондықтан оны жұмысқа қабылдай алмайды. Үйге оралғанда Мишель бір бейтаныс мас кісінің оның ұлына қарап отырғанын көреді. Ал баланың өзі алкогольден қалған бос бөтелкемен ойнап отыр. Ер адам оған қырындай бастайды, бірақ оның ұлы анасына жақтасады. Төбелесіп жатқан кезінде бала құлап жарақат алады. Ауруханада баланы дұрыс қарамады деген күдікке байланысты алып кетеді. Мишель ұлының қамқорлығы туралы тыңдауға дайындалып жүргенде немере ағасымен бірге тұруға мәжбүр. Ол сотты тыңдауға алдын ала келгісі келеді, бірақ онымен бірге баруға мәжбүр болған анасы әлі ерте және уақыт көп деп санайды. Мишель бұған қанағаттанбайды және ол ашуланып сотқа өзі баратынын айтады. Адасып кеткеннен кейін ол дүкенде құрбысының әкесі Ариэль Кастромен кездесіп қалады. Ол оған межелі жерге жетуге көмектесуді ұсынады. Ариэль ажырасқаннан кейін жалғыз тұратынын айтады және Мишельге ұлын қуанту үшін күшікті көрсетіп тоқтауды ұсынады. Ер адам Мишельді нағыз хаос орнап жатқан үйге алдап кіргізеді. Содан кейін есікті бөлмелердің бәрін құлыптап құрбанына шабуыл жасайды. Ол қыздың оны жіберуін өтінгеніне назар аудармайды. Керісінше ол оны байлап тастайды және егер ол айқайлауды тоқтатпаса, оны өлтіремін деп қорқытады. Ол Мишельге бұл жерде біраз уақыт қалатынын, өйткені ол ажырасқаннан кейін өзін жалғыз сезініп жүргенін айтады. Қызға тыныш дұға ете бастағанынан басқа амал қалмайды. Алайда бұл Ариэльді ашуландырады және ол оның аузын үлкен мылтықпен қорқыту арқылы жабады. Содан кейін ол қызды төбеге іліп қояды және оны су ішуге және дәретханаға баруға мүмкіндігі болмаса да сол күйінде қалдырады. Таңертең полиция қызметкері Мишельдің анасына келеді, өйткені қыз белгіленген уақытта сотқа келмеді. Алайда әйел қызының үйден қашып кеткеніне бірінші рет емес екеніне сендіреді. Полицей егжей-тегжейге тереңірек үңілмеді, тек Мишель үйге келгенде қоңырау шалуды өтінді. Осы уақытта Ариэль қызды төбеден шешіп тастап, оны гамбургермен тамақтандыруға тырысады. Ол тамақтанудан бас тартады және бұл ер адамды ашуландырады. Ол оның аяғынан ұстап, содан кейін оны зорлау үшін жертөлеге сүйреп апарады. Ариэль бәрі оның жауапкершіліктен қорқып қашып кетті деп шешкенін айтады. Сондықтан оны ешкім іздемейді. Ол қазір қызға ең жақыны өзі екенін айтады және Мишельге мотоцикл шлемін кигізеді. Біраз уақыттан кейін Ариэльге анасы келеді және олар үйдің кіреберісінде сөйлеседі. Мишель айқайлап және қатты дыбыстар шығарып өзіне назар аударуға тырысады, бірақ бәрі бекер еді. Ол өзін босатып шлемді шешіп алады, бірақ кенеттен анасын шығарып салған Ариэль жертөлеге кіреді. Сөйтіп ұрланған қыз бәрін қайтадан киюге мәжбүр. Осы уақытта байланған қыз жертөледе отырғанда Ариэль бос уақытын қарапайым өмір сүріп және достарымен көңіл көтеріп әдеттегідей өткізеді. Ол Мишельді үнемі зорлайды, бірақ бұл процесте оған зиян тигізгісі келмейтінін айтады. Ариэль жылайды, балалық шағында оғанда қорлық көрсетілгенін және бұл оның қамқор болуы керек туған адамы екенін айтады. Мишель оны жұбатып, ешкімге ештеңе айтпайтынын айтып, оны жіберуін сұрайды. Ариэль қазір қызды шынымен жібергенде кейіп танытады. Алайда оның орнына ол оны екінші қабаттағы бөлмеге сүйреп апарып, оның сөзіне сенбейтінін айтады. Осыдан кейін ол терезелерді шегелейді, сөйтіп құтқару мүмкіндігін азайтады. Біраз уақыттан кейін жалаңаш Мишель матраста жатып суықтан қатты тоңып қалады. Қыз жынданып кетпеуі үшін Ариэль оған сыйлық ретінде теледидар әкеліп береді. Біраз уақыттан кейін қыз өзі шығарған әнін айтады. Ариэльге ол ұнайды және бірге ойнау үшін қолына гитараны алады. Содан кейін Ариэль оған ән жазуды сұрайды. Алайда Мишель мұндай әнді құрастырғанын және оны көрсетіп жатқанын айтады. Онда қорқыныш пен махаббаттың жоқтығы, ал қыз ұрлаушының күйін өзінің жағдайынан да нашар екенін байқағаны туралы айтылады. Бір күні Ариэльге туыстары, соның ішінде қызы да қонаққа келеді. Ол қонақтарын шашылып жатыр деген сылтаумен екінші қабатқа кіргізбейді. Адамдардың дауысын естіген Мишель оны есту үшін төсекті қабырғаға ұра бастайды. Бірақ Ариэль жоғарыда ит шу шығарып жатыр деп мәлімдеп, қонақтарды сыртқа шығарып жібереді. Осыдан кейін ол екінші қабатқа көтеріліп, осындай сәтте өзім болсам да солай қолданар едім деп айтып, содан кейін ол қыздың бетінен ұрады. Кез келген қателік үшін үнемі ұрып соғу әдеттегі тәртіпке айнала бастайды.
Біраз уақыттан кейін Ариэль Мишельге күшік әкеліп береді. Бұл қызға өте үлкен қуаныш сыйлайды. Бір күні Ариэль қыздың шынжырындағы құлыпты жабуды ұмытып кетеді. Күшікті алып ол абайлап қашып шығуға тырысады. Алайда бұл тексеру болып шығады. Ариэль тағы да қызды ұстап алып, оны құлатып, күшіктің өмірін қияды. Ол Мишельге өзінің қалағанындай әйел болмағанын айтады. Тағы бірнеше күн өтіп, Ариэль Аманда Берри есімді жаңа құрбанын үйіне сүйреп алып келеді. Мишельден айырмашылығы оны бірден іздей бастайды. Аманданың анасын жаңалықтардан көрсетіп, және іздеу туралы хабарландырулар барлық тіректерде ілулі болатын. Сөйтіп, осы сәтте Аманда ұрланған күннен бастап 4 апта өтті. Ариэльден ешкімде күдіктенген жоқ. Ұрлаушы жаңа құрбанын Мишельдің бөлмесіне әкеледі. Және ол қонақ бөлмеге көшуін, сонымен қатар оның бөлмесін Аманда алады дейді. Қыздар бір-екі сөз айтып үлгереді және олар бір мектепке барған болып шығады. Мишель мұнда болғанына 9 ай өткенін айтады. Ариэль оларға сөйлесуге тыйым салады, содан кейін Аманданы зорлайды. Осыдан кейін Мишель қашу мүмкіндігін талқылап жаңа көршісімен сөйлесуге тырысады. Бірақ ол қыз Ариэльден қорқып сөйлесуден бас тартады. Тағы бір ай өтіп, Мишель жүкті екенін сезеді. Ұрлаушы оның фигурасына қарап мұны да түсінеді және одан бала тууына жол бермеймін деп айқайлайды. Ол гантельді алып оның ішінен ұрады, содан кейін Мишель сәбиінен айырылады. Тағы бір күні Ариэль Мишельді тақталарды ұстауға көмектесуі үшін үйдің ауласына апарады. Қыз көршісінің көмегіне жүгінуге тырысады, бірақ мұны жанында тұрған Ариэль естіп қалмауы үшін ол бұны тып-тыныш етіп жасайды. Соған қарамастан ол көршісінің оны байқағанын көреді және ол оның жағдайы мен қолының байланғанына назар аударып, полиция шақырады деп қуана сенеді. Алайда түн болса да, бірақ қыздарды құтқаруға ешкім келмеді. Бір түні Ариэль музыканы қатты қосады және Аманданы ерекше қатыгездікпен зорлайды. Қыз ашуланып айқайлайды, бұл жолы көршілері полиция шақырады. Бірақ олар келгенде бәрі аяқталған еді, полиция ештеңе естімеді. Олар тіпті үйді тексеріп, ескертуде жасамады. Осыдан кейін маньяк әбден еті үйреніп, Джина есімді тағы бір қызды ұрлап кетеді. Ол тұтқындарына бір-біріне қамқорлық жасауға мәжбүр етеді. Әйтпесе бағынбаған жағдайда біреуін екіншісінің көз алдында өлтіремін деп ескертеді. Ол сондай-ақ олар тіпті қашуға тырыспауы үшін терезелер мен есіктерге дабыл қойғанын айтады. Үшінші қызды да іздестіріп жатыр, бірақ сонымен қатар ол сәтсіз. Мишель Құдайға сенеді және ол оларға көмектеседі деп үміттенеді. Джина ұрланған күннен бастап 1 жыл және Мишель ұрланған күннен бастап 3 жылға жуық уақыт өтеді. Джинаның ата-анасы қызын іздеуге көмектесетіндердің барлығын шақыру арқылы еске алу кешін өткізеді. Ариэль де сол жерге келеді, өйткені Джина мен оның қызы дос болған. Ол ұрланған қыздың ата-анасына өзінің қолдауын білдіреді. Джинаның анасы жылап оны құшақтайды. Кешке бұл сюжет жаңалықтардан көрінеді және Ариэль қыздардың жағдайын және Джинаның анасымен жасаған әрекетін мазақ етеді. Содан кейін ол бақытсыз қызға күшпен бас салады. Бірақ қыздар берілмейді, спортпен шұғылданады, өздерін формада ұстайды және қашу туралы ойлайды. Кейде олар аздап жылыну үшін музыкаға билейді. Осы уақыт ішінде Аманда басқа бөлмеге қамалды. Жаңалықтарға сәйкес 3 жыл іздеуден кейін Аманданың анасы жоғалтудың күйігіне шыдай алмай және қайтыс болды. Күндердің бірінде Ариэль қыздарды шынжырдан алып тастайды. Олар өздерін өте мойынсұнғыш ұстайды және енді шынжырға мұқтаж емес деп мәлімдейді. Джина қуанады және бұл қашудың керемет мүмкіндігі деп ойлайды. Бірақ Мишель бұған күмәнмен қарайды. Бұл тағы бір тексеру деп санайды. Ариэль Аманда жүкті деп айтады және ол оған босануға мүмкіндік береді. Қыз мерзімінен бұрын толғата бастайды, ал Ариэль болса тұтқынға босандыруды бұйырады. Егер бала өліп кетсе, Мишельді атуға уәде береді. Аманда ауырғаннан айқайлайды, ал Ариэль әдеттегідей айқайларды басу үшін музыканы қатты қосады. Нәтижесінде Аманда қыз бала туады, бірақ ол демалмайды. Мишель баланың есін жинай алады, сөйтіп Ариэль риза болады. Арада тағы 1 жыл өтіп, қыз алғашқы қадамдарын жасайды. Ариэль мұның бәрін камераға түсіреді, ал қыздар біртіндеп түрмедегі өмірлеріне үйренеді. Өздерін қарапайым әйелдер сияқты ұстайды. Міне қыз 6 жасқа толады, бірақ ол тіпті айналасында не болып жатқанын түсінбейді. Бәрінен бұрын ол әкесін қатты жақсы көреді және оның қандай қорқынышты адам екенін білмейді. Бірақ бір күні Ариэль жұмысынан айырылып, үйге ғана емес, тамаққа да төлей алмайды. Қыздарды қоқыс қалдықтарымен тамақтандыруға мәжбүр етеді. Кішкентай қыз айқайлап әкесіне ыңғайсыз сұрақтар қоя бастайды.
Ариэль шыдай алмайды және Мишельді аулада үлкен шұңғыр қазуға мәжбүр етеді. Ол олардың үшеуінен құтылғысы келетінін түсіндіреді және оны қызына түсіндіре алмайтынын айтады. Ариэль бәрі тым алысқа кетті және артқа жол жоқ деп жауап береді. Алайда Мишель Құдай туралы айта бастайды және бұл оларды қорқынышты тағдырдан құтқарады, өйткені Ариэль де шешімін өзгертеді. Ұрлаушы тамақ алуға шығып кетеді, ал қыз оның негізгі есікті құлыптауды ұмытып кеткенін байқайды және бұл туралы анасына хабарлайды. Аманда алдымен бұл тағы да бір тексеру деп санайды. Бірақ бәрібір өзін жеңіп, бірнеше жыл бұрын ұрланған Аманда Берри екенін айтып айқайлап көмекке шақырады. Жиналған адамдар бұған сене алмайды, өйткені қыз 10 жыл бұрын ұрланған болатын. Алайда көршілер оны жұқа есікті сындыру арқылы босатады. Қалған екі қыз не болып жатқанын білмейді, өйткені олардың бөлмесінде музыка қосылып тұрған болатын. Содан кейін олар шуды естіп, үйге ұрылар кіріп кетті деп ойлайды, сондықтан олар төсектің артына қорқып жасырылады. Полицейлер екінші қабатқа көтеріліп, бөлмеге кіргенде, қыздар олардың тозақтағы өмірі ақыры бітті деп сене алмайды. Мишель 10 жылдан астам күн сәулесін көрмеді. Ол өзін еркінмін деп айқайлайды және өз бақытына сенбей жылайды. Қыздар ауруханаға жеткізіледі және Мишель барлық еркек дәрігерлерді алып тастауды сұрайды. Бостандыққа шыққаннан бері ол ұлымен кездестіруді сұрайды және тек сол туралы ғана ойлайды. Теледидардан ол ұрланған басқа екі құрбанының туыстары келгенін және жақын адамдарының айналасында бақытты екенін көреді. Алайда Мишельге ешкім келмеді және оның баласы балалар үйінде қайда кетуі мүмкін екенін білмейді. Бір күні оған анасы келеді. Бірақ Мишель оны көргісі келмейді, өйткені анасы оған әрқашан мән бермейтін. Теледидардан Мишель ұсталған Ариэльге айып тағылған сот отырысын көреді. Біраз уақыттан кейін қыз ауруханадан босатылады және ФБР қызметкері оны көптен бері көрмеген қала көшелерімен алып жүреді. Біраз уақыттан кейін Мишель Джиннамен кездеседі және ол ата-аналар бәрін өткенге қалдыруын сұрайтынын айтады. Және де бұрынғы көрші қызбен еріксіз сөйлесуін тоқтат деп айтқанын ескертеді. Қыздар жақсы көретіндерін мойындайды, құшақтасады және мүмкін мәңгілікке қоштасады. ФБР қызметкері жағымсыз жаңалықтармен келеді. Мишельдің ұлы көптен бері асырап алынғанын және оның асырап алған ата-анасы олардың кездесуіне қарсы екенін айтады. Олар бұл баланың психикасын зақымдауы мүмкін және жаман салдарға әкелуі мүмкін деп қорқады. ФБР қызметкері сот арқылы ұлымен кездесуге қол жеткізуге болады деп санайды. Бірақ мәселе Мишель мұны қалайды ма деген сұрақ. Қыз ауыр шешім қабылдайды және сөйтіп бұл ұсыныстан бас тартады. Себебі ол ұлының өмірін құртқанын қаламайды. Ол үш қыздың ішінен Ариэльге қарсы куәлік беру үшін жалғыз өзі сотқа келеді. Мишель онда Ариэль өмірінің соңына дейін түрмеде отырып азап шегуі керек деп шын жүректен сөйлейді. Сот отырысынан кейін қыз ұрлаушының үйін бұзып жатқан жерге келеді. ФБР қызметкері Мишельдің ұлының суретін әкеледі және қыз оған қуана қарайды. Оның өміріндегі тозағы ақыры аяқталды. Ариэль 1000 жылға бас бостандығынан айырылады, бірақ бір айдан кейін ол асылып өледі. Мишель құрбандықта өткізген сұмдықтары туралы кітап жазады, ол кейіннен бестселлерге айналады. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Каналды қолдап жазылып, коммент қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.